жобасының кезекті тұлғасы қазақтың көрнекті ақыны, жазушысы, драматургы, мемлекет және қоғам қайраткері, қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушы Сәкен Сейфуллин. Мақсаты тарихи тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын таныстыру арқылы оқушылардың, педагогтердің және ата-аналардың ұлттық құндылықтарға, мәдениет пен ел тарихына қызығушылығын арттыру. Сегодня наш классный час посвящен выдающейся личности Сәкену Сейфуллину. Тема нашего классного часа – яркая звезда казахской литературы. Если говорить о его детстве, родился Сәкен Сейфуллин 15 октября 1894 года в местности Карашулык, это наш Шицкий район, недалеко от Уртау. Учился он в Мельдинской русской школе, казахско-русской школе. Значит, кроме этого, уже в 1912 году он преподавал мусульманским детям в школе, а с 1913 года поступил в Омскую семинарию. Свое творчество он начал в 1900